Құрметті менің жақсыларым, бүгін мен жалпы қазақ халқына, соның ішінде өзімнің нағашыларым Жаңарқа жұртшылығына, Атасу жұртшылығына видео үндеу жазуды жөн деп шештім. Біріңіз білерсіздер, біріңіз білмейсіздер, қысқаға айырсам, менің әкем 89 жылдары Нарынқол өңірінен Алматы облысы Жаңарқаға көшіп келді. Жаңарқада менің нағашыларым тұрады, туған нағашыларым. Шешем 10 ағайынды, 10 ағайынның бәрі сол Жаңарқаның маңайына топтасқан. Соның ішінде Байдалы ауылына. Менің әкем де шешем де вышматты бітірген жоғары білімі бар адамдар. Бірақ олар сол тәуелсіздік жылдарынан кейін жеке кәсіппен айналысты. Жер шаруашылығымен, мал шаруашылығымен, жеке шағын магазин ашты. Солай бір тиыннан екі тиын құрастырып, бір жылқыдан екі жылқы құрастырып, адал еңбекпен, маңдай терімен күн кешті. Егер сіздер біздің үйге келіп көрсеңіздер, біздің үйдің ең үлкен байлығы біздің 3000 кітаптан тұратын кітапханамыз. Басқа үйде еш нәрсе жоқ. Қазір ауылдағы екі адамның бір еврей ремонт жасайды үйіне. Біздің үйде еврей ремонт тұрмақ, қазақшада ремонт жоқ. Өте қарапайым, өте қоңыр тіршілік кешеді. Ешкімнің көзіне байлығы мен мүлкі мен жынына тимеген адамдар, қазақшасын айтқан кезде. Әкемнің Патриот деген көлігі болған. Осыдан 2 жыл бұрын үлкен аварияға түскеннен кейін ол қайтып көлік сатып алған жоқ, көлікке отырған жоқ. Шағын магазин ұстайтын адам үшін көлік жоқ ғұмыр кешу оңай емес, бірақ сонда да ол кісінің шешімі, сондай қоңыр тірлік кешіп жатқан адам. Енді біздің басымызға осы 2024 жыл бір үлкен күрделі жағдай тап болды. Менің әкем сиыр да асыраған, қой да, ешкі де ұстаған, жылқы да баққан. Қой, жылқы, ешкінің әңгімесі өзі бір төбе, ол туралы көп әңгіме қозғамаймын. Осы уақытқа дейін әкемнің жаңа бірде екеу қылып, екеу төртеу қылып көбейткен жылқы басы 105 мал санына жеткен. Осы уақытқа дейін бұл жылқыларды менің шешемнің туған бауыры Ғазым Қалжанов баққан. 48 жасында ол марқұм көз жұмды, ерте кетті дүниеден. Содан кейін оның балалары ие болып қалды малдарға. Қалжановтарда ол өздерде 10 ағайынды, олар да мал қосады ауылға. Үлкен мал басына ие бола алмайтын болғандықтан 2021 жылы біздің малдарды аман есенінде қайтарамыз деп шешім қабылдайды. Біз ол шешімді құрметпен қабыл алып, рахметімізді айтып, малымызды санап өткізіп аламыз. Тағы бір ауылдың жылқышыларына қосады. Сөйтіп жүрген кезде Кәрібай Берікбол деген адам пайда болады, жылқышы. Ол менің мамамның оқушысы болған. Бастауыш сыныпта ол харіп танытқан мен шешем. Ән айтқызуды үйреткен. Сөйтіп өзінің әлпештеп тәрбиелеген оқушысы. Біріншіден оқушысы болғаннан кейін сенген шығар. Екіншіден ол жаңағы Ғазымның, марқұм Ғазымның балаларымен қосылып, соған көмекші болып жылқы бағамын. Сол жылқылармен бірге сіздің де жылқыларды бағып беремін деп мамамның 105, әке шешемнің 105 жылқысын өткізіп алады 2021 жылы. Айдап әкетеді, санап тұрып. Сөйтіп 2022 жылы, 2023 жылы менің әкем өз 9 рет операция жасаған, соның 5-еуі жүрекке жасалды. 2 рет мен оны санавиациямен біресе Қарағандыға, біресе Астана қалдырды. Жүрек өте күрделі жағдайда. Ал анам 2 аяғын операция жасады. Сүйектері май таусылған, 1 жыл балдақпен жүрді, 2 жыл балдақпен жүрді, кезек-кезек 2 жыл қатарынан аяққа операция жасады. Мал емес, жан қайғы болып кеткен сәттер болды. Осындай бір күрделі кезеңдерді пайдаланып, жаңағы жылқышының ойына арам ой келген. Алғашқы жылдары ол жылқының өсімін бермей қойған. Мысалы 80 жылқыдан 10 бірақ құлын ерді деген сияқты. Сосын кейін 2024 жылы ол менің әкемді перед фактын қояды. Сіздің жылқыларыңыздың бірде-біреуі тірі емес, бәрі жұтта қырылып қалды дейді. Біз бұндай ақпаратқа дайын болмағанымыз сондай, есеңгіреп қалдық. Мен алғаш бұл ақпаратты маған әкем айтқан жоқ, мен естіген де жоқпын. Әкем үнсіз ойға беріліп, өз әлемінде жүрген. Сөйтіп біз әкеміздің 70 жылдығын жасайық деп 2024 жылы 7 шілдеде бір ай бұрын билет алып, әкемнің бауырының жылы болады, әкемнің өзінің 70 жылдығы болады, соның бәрін қоса атқару үшін сондай уақытқа шегендеп бір ай бұрын билет алып дайындалып жатқан кезіміз болатын.
тура әке шешем Алматыға жол жүретін кезде 3 күн жол жүрсе 2-ші шілде күні ауыл арасына сыбыс жетеді: сіздің осындай деген малдарыңыз осындай адамдардың үйінде жүр деген. Сосын менің шешем ауырып жатқан жерінен ауылдың участковый милициясын ертіп жаңағы үйлерді аралайды. Расында да біздің таңбалы, құлағында ойығы бар жылқыларымыз құлынды 5 үйден шығады. 5 үйдің біреуі соттас Жаңарқаның сотында қызмет қылады. Бұл жылқылар сіздерге қайдан келген деген сұраққа сіздің жылқысыңыз Кәрібаев Берікболдан сатып алдық деген. Мамам таң қалады. Ол неге Берікболдан сатып алады? Біз ауылда отырмыз, бізге келіп айтпай ма, бізден сатып алмай ма, ақшасын бізге бермей ма деген сияқты. Бірақ сұрақтар қоймайды. Өйткені тергеуші бар, милиция бар деген сияқты. Ауданнан тергеушілер шақыртады. Олар оны видео, фотоаяқтар жасап тіркейді. Солардың көбі Берікболдан сатып алған Кәрібаев, екіншісі ауылдың ментінен сатып алған. Сол кезде менің көкеме сұрақ туды: сонда бұл ұйымдасқан қылмыс па? Ол ауылдың ментінің қатысы қанша біздің малдарға? Ол неге сатады біреудің малын біреуге? Ол екі. Үшінші мәселе, менің әкем жарты жыл бойы шырылдап, менің малым жоғалды, 100 жылқым жоқ, не өлігін таппадық, не сүйегін таппадық. Ол 100 жылқы пырақ емес қой, аспанға ұшып кететін, су емес қой, жерге сіңіп кететін. Ол өте ірі қара мал, оны тығып тастай алмайсың. Ол көзге көрініп тұратын нәрсе. Біреуінің өлігін көрсеткен жоқ жылқышы. Міне мына жерде өліп жатыр деп көрсете алмады. Бізге айтқан сылтауы, ол тек жұтта қырылып қалды деп айтты. Жұтта қырылып қалды, мен оны соткаға